Параллелограммның доғал бұрышының төбесінен жүргізілген биіктіктерінің табандарының арақашықтығы 6, ал биіктіктердің ұзындықтары 4 және 5 параллелограммның ауданын табыңыз дейді. Сонымен міне мынау 5-ші есеп. Осы берілген есептің суретін бірінші салып алдым. Яғни міне мынау ABCD параллелограмм берілген екен. Енді осы доғал бұрышының төбесінен деп тұр ғой, яғни міне B-дан түсірілген биіктік ол BE және BF. Мына BE деп отырғанымыз бұл AD-ға перпендикуляр. Ал BF деп отырғанымыз DC-ға перпендикуляр. Олай болса, AB және AD-ның ұзындығын табуымыз керек екен. Биіктіктерінің ұзындықтары белгілі және мына E мен F-тің де ұзындығы белгілі екен. EF-тің ұзындығы 6-ға тең дейді. Ал олай болса, бұны шығару үшін қалай жасаймыз? Ең бірінші, мына көріп тұрғандарыңыздай, мен мына параллелограммның бұрыштарын альфа деп белгілеп алдық, ал онда мына бұрышын бета, гамма, бета деп белгілеп алдық. Бұл неліктен бетаға тең болды? Өйткені мына А, Б, Е деген үш бұрышты қарастырсаңыздар, мына бұрышы альфа болса, онда мына бұрышы бета. Онда тура осылай бұл да қандай тік бұрышты үш бұрыш, бір бұрышы альфа болса, онда екінші бұрышы бета екен. Яғни бета, ал мына үшінші бұрыш белгісіз қазірге, бұны мен гаммамен белгіледім. Ал енді осы ең бірінші осы бұрыштарға тоқталып өтейік онда. Сонымен біз қазір осы альфа мен бетаның қосындысы туралы білеміз. Альфа қосылған бета бұл нешеге тең болады? 90 градусқа тең болады. Неліктен? Өйткені мына жерде көріп тұрғандарыңыздай мынау тік бұрышты үш бұрыш, бір бұрышы 90 болса, онда қалған екі бұрышының да қосындысы 90 градусқа тең болу керек. Ал енді біз қазір мына параллелограммға қарайық. Мына параллелограммның бұрыштарының қосындысы табандағы бұлар 180 градусқа тең болу керек қой. Демек онда альфа қосылған 2 бета және гамманың қосындысы 180 градус болу керек екен. Соны жазайық. Альфа қосылған 2 еселенген бета қосылған гамма бұл 180 градус екен. Ал енді біз альфа мен бетаның қосындысы 90 градус екендігін білеміз ғой. Демек онда міне альфа қосылған 2 бетаны мен альфа қосу бета деп жіктесем болады. Сонда міне альфа қосылған бета қосылған гамма тең 180 деп жазсақ болады екен. Енді олай болса, мына альфа мен бетаның орнына 90 градусты қояйық. Сонда бұл бета мен гамманың қосындысы 90 градусқа тең екендігі шығады. Ал енді бастапқы жазғанымыз бойынша альфа мен бетаның да қосындысы 90 градусқа тең. Сонымен енді осы жерде екі теңдеуді бір-бірінен азайтып тастасақ, бұдан не шығады? Альфа гаммаға тең екендігі шығады. Яғни бұл жердегі мына гамма деп отырғанымыз бұл альфаға тең екен. Демек енді біз қазір бұл есепті шығару үшін міне альфаның гаммаға тең екендігін тауып алдық. Олай болса, біз қазір мына BEF деген үшбұрыштың ауданын есептейік. Мұнда жазайық. S аудан BEF бұл дегеніміз мына BEF-тің үш қабырғасы да белгілі 4, 5, 6 дейді. Бұл жердегі мына шатастырып алмаңыздар. BE EF-қа перпендикуляр емес. Мынау 90 градус деп отырғанымыз бұл мына сыртына салып қояй. Міне, мына жері 90 градус. Енді бұны біз қазір Герон формуласын қолданып есептей салайық. Олай болса, бірінші жарты периметрін табайық. 4, 5, 6 деген сандардың жарты периметрін тапсақ. Сонда бізде не шығады екен? Мына астына түсірейікті. P тең 4, 5, 6 бөлінген 2. Сонда бұл 15 бөлінген 2 деген шығады екен. Олай болса, жарты периметр белгілі, яғни бұл 7,5. Сонда Герон формуласын қолданатын болсақ, бірінші 7,5-ның өзін жазамыз. Енді 7,5-тен келесі қабырғаларын азайтатын едік қой, міне мынау P жарты периметр. Сонда 7,5 азайтылған 4, келесі 7,5 азайтылған 5, келесі 7,5 азайтылған 6 екен. Енді осыны түбір астынан шығаратын болсақ, сонда түбірдің астындағы 7,5 көбейтілген 3,5 көбейтілген 2,5 көбейтілген 1,5 деген шықты. Енді бұны арғара есептейтін болсақ, мына ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып жазып алайық. Біріншісі 15 бөлу 2, келесі 7 бөлінген 2, мынау 5 бөлу 2, келесі 3 бөлінген 2.
Олай болса бұның бөлімі 16 шығады, 16-дан 4 шығады екен. 4. Енді осының алымын есептеуіміз керек қой. 15-ті мен қазір 3-пен 5-тің көбейтіндісі деп жіктесем, яғни мына жерден көріп отырғандарыңыздай 15 және мына екеуінен 15 шығады. Сонда бұл 15 түбір асты 7 екен сантиметр квадрат. Яғни мына BEF деген үшбұрыштың ауданын таптық. Ал енді бұл бізге нені береді? Аудан белгілі. Енді мен осы ауданды табудың тағы бір екінші формуласы мына қабырғалар және арасындағы бұрыш арқылы таба аламын ғой. Демек онда ол 4 көбейтілген 5 көбейтілген синус гамма деген формуланы қолдансам болады. Яғни S үшбұрыш BEF бұл тең болу керек. 2-ден 1, 4 көбейтілген 5 көбейтілген синус гамма. Ал бұл неге тең болу керек еді? 15 түбір асты 7 бөлінген 4. Осы жерден біз қазір синус гамманың мәнін есептейік. Синус гамма деп отырғанымыз 5 пен 15-ті қысқартсақ 3, келесі 2 мен 4-ті қысқартсақ 2. Қазір бұны былай жазайын әдемілеп. Осы жерден қысқартпайық, бірден бірінші көшіріп жазып алайық, ерінбей шатасып кетпес үшін. Сонда мұна екеуін қысқарта берейік. Сонда бұның бөлімінде 10-нан 1. Ал бұл сонда не шығады екен? Мынаны қысқартатын болсақ 3, 2, сонда 3 түбір асты 7 бөлінген 8-ге тең екен. Синус гамманың мәнін таптық. Синус гамма 3 түбір асты 7 бөлінген 8-ге тең болды. Олай болса біз қазір ғана бағана есептің шығару барысында альфаның гаммаға тең болатындығын дәлелдедік. Енді осы жерден мына үшбұрыш ABE-ні қарастырайық. Осы жерден мына синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Тура осылай мына BCF деген үшбұрышты қарастыратын болсақ, бұл жерден де синус альфа дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Сонымен BF белгілі, BE белгілі. Олай болса синус альфа, яғни ABE үшбұрышы үшін жазайық мұнда. Үшбұрыш ABE үшін синус альфа деп отырғанымыз ол қандай еді? BE бөлу AB. BE бөлінген AB. Ал енді келесі үшбұрыш BFC үшін. BFC үшін синус альфа дегеніміз BF бөлінген BC. Бізге мұна AB мен BC-ны табуымыз керек еді ғой. BE және BF-тің мәндерін білеміз, синус альфаны да білеміз. Олай болса, мына біріншісінен AB-ны өрнектесек, AB деп отырғанымыз BE бөлінген синус альфа екен. Ал бұдан BC деп отырғанымыз BF бөлінген синус альфа. Енді орындарына қойсақ, BE-нің ұзындығы 4-ке тең, ал синус альфа деп отырғанымыз 3 түбір асты 7 бөлінген 8-ге тең екен. Сонда бұл 4-ке көбейтілетін болса, яғни 4-ті бөлеміз ғой, сонда 32 бөлінген 3 түбір асты 7 деген шықты. Яғни міне мына синус альфаның орнына міне 3 түбір асты 7 бөлінген 8-ді қоямыз, BF-тің орнына 4-ті қоямыз. Сонда 4 пен 8 көбейтіліп, алымында 32 шықты. Енді келесі тура осылай BF деп отырғанымыз 5-ке тең еді ғой. Енді 5 пен 8 өйтсек 40 бөлінген 3 түбір асты 7 екен. Сонымен бұл есептің жауабын таптық. Жазайық енді ең соңында жауабы. Яғни параллелограмның екі қабырғасын тапсақ жеткілікті ғой. Қалған екі қабырғалары сәйкесінше соларға тең болады. AB деп отырғанымыз 32 бөлінген 3 түбір асты 7. Ал енді келесі BF деп отырғанымыз мына жерде BC, BF емес. Мынау BC деп отырғанымыз 40 бөлінген 3 түбір асты 7-ге тең екен. Сонымен мына есепті аяқтадық.